Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, оқушылар, бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз серпімділік күші. Бүгін сіздерге ол тақырыппен таныстыратын Кәріпжанова Әсел Көптілеуқызы. Біздің тақырыпқа әрі қарай тоқталайық. Тақырыптың мақсаты осы сабақтың мақсатына сәйкес келеді. Ол сабақтың мақсаты 7 сыныптың кіріктірілген бағдарламасына сәйкес таңдап алынды. Бірінші мақсат пластикалық және серпімді деформацияларды ажырата білу. Екінші мақсат серпімділік күшін анықтау және оныға мысал келтіре алу. Жалпы сабақ бойынша күтілетін нәтижеге тоқталып кететін болсақ, біріншіден оқушылар пластикалық және серпімді деформацияларды ажырата білу керек. Екіншіден деформация түрлеріне мысал келтіре алады. Үшіншіден серпімділік күшін анықтай және әрине оның бағытын біледі, мәнін таба алады. Осыған орай сабақтың лексика және терминологиясы бар. Бірінші, серпімділік күші, деформациялану, серпімді, пластикалық, созылу, майысу, жылжу, бұралу, сығылу, кесу. Осы лексика мен терминологиямен бүгін жұмыс жасаймыз. Ол алдымен қайталанатын сұрақтарға тоқталып кетелік. Бұл тақырып бойынша қайталауға қажетті сұрақтар ауырлық күші дегеніміз не, және де ауырлық күшінің бағыты қандай, қорытқы күштер қандай болады, ауырлық күшінің мәнін қалай анықтаймыз, денеге әсер етуші тең әрекет күштерді қалай анықтауға болады. Осы сұрақтарды сабақ алдында қайталап кетеміз. Сабақты қайталауды жалпы әріптестеріме айтып кетерім, фронтальды сұрақтар арқылы қайталауға болады, тест тапсырмаларын алуға болады, немесе сұрақ жауап, оқушы мен оқушы арасындағы диалог, оқушы мен мұғалім арасындағы диалогты құрастырып, осыған орай сұрақтарды беруге болады. Алдымен мен өзімнің сабағымда дайындап алған сұрақтарыма тоқталып кетелік. Бірінші сұрақ: ауырлық күші дегеніміз не? Әрине, ауырлық күші ол екінші анықтамасы жердің тартылыс күші деп айтуға болады. Ауырлық күші жер бетіне кез келген жақын орналасқан денеге әсер етеді екен. Және ол жердің бетінде тұрған дененің массасына тәуелді болатын белгілі. Ендеше осы ауырлық күші қалай белгіленеді және оның анықтайтын формуласына тоқталып кетелік. Ол әрине жерге тартылыс күші болғандықтан, дұрыс айта кетейік, ол жерге перпендикуляр бойымен бағытталады екен. Яғни жерге тік бағытталады, жерге қарай. Және оның формуласына тоқталып кетейік. Формуласын еске түсірмек бұрын мен айтып кеттім, оның дененің, кез келген дененің массасына тәуелді деп. Ендеше анықтайтын формуласы FA тең болады mg-ға. Бұл жердегі m деп отырғанымыз дененің массасы болатын болса, g еркін түсу үдеуі. Еркін түсу үдеуі 9,8 ньютон бөлінген килограммға тең. Сонда ауырлық күші алдымен айтайық, ол гравитациялық күш болып табылады. Жақсы, келесі сұраққа көшелік. Төртінші сұрақ: тең әрекетті күш қандай күшті айтамыз? Тең әрекет күшті екіншіден балалар біз қорытқы күш деп те айтатынбыз. Тең әрекет күш мысалы, денеге бір мезгілде әрекет ететін бірнеше күштің әрекетінде әрекет жасайтын күштерді сол денеге әрекет етуші тең әрекет күш деп айтатынбыз. Суретте көріп отырғанымыздай, мына жердегі 3 мысық пен бір күшік. 3 мысықтың жасаған әрекеті бір күшіктің жасаған әрекетіне теңгеріліп тұр. Яғни күштер тең әрекет етуде. Екіншіден, тең әрекет күштерді біз бір түзудің бойында деп қарастырып көрелік. Егер бір түзудің бойында әсер ететін барлық күштер
бір бағытта бағытталатын болса, яғни олардың бағыттары өзара сәйкес келіп бір бағыт жасайтын болса, онда тең әрекет күштерді формуласын былай жазуға болады. F қорытқы күш тең болады F1 қосылған F2, яғни күштердің мәндері қосылып, бағыты сол күштердің бағытымен бағыттас болады. Оны мына жерде суреттен де байқап көруге болады. Екіншіден, егер күштер бір түзудің бойында бағытталып, бірақ олардың бағыты қарама-қарсы болатын болса, онда тең әрекет күшті қандай күштің шамасы артық, сол күштен кіші шамадағы күштің мәнін азайтып, бағыты үлкен күштің бағытымен бағыттас болады. Біздің суретімізде мына жерде жағдайда әрекет етіп жатқан күштердің бағыттары қарама-қарсы. Сондықтан қандай күш артық болады? Мысалы, сол жақтағы балаларды алатын болсақ, ол күштердің мәні артық болса, қорытқы күш осы екі күштің айырымы және оның бағыты сол жаққа бағытталады. Сонда R тең болады F2 азайтылған F1 деген формуламен анықтайды екенбіз. Өте жақсы. Қайталауға арналған сұрақты әрі қарай жалғастырайық. 5-ші сұрағымыз: ауырлық күші қалай бағытталады? Және кез келген күштің негізгі сипаттамасы қандай? Ауырлық күші айтып кеткеніміздей жерге тартылыс күші болғандықтан, оның бағыты әрқашан жерге тік төмен бағытта бағытталады екен. Сонда кез келген күштің қандай шамалары болу керек? Яғни күштің сипаттайтын мәні қандай? Оның шамасы болу керек, бағыты болу керек және оның күш түсірілетін нүкте болады екен. Сонда ауырлық күші біз міндетті түрде айтамыз, дененің тірек нүктесінен төмен бағытталады деп. Жақсы. Онда бізге бүгін тағы да бір күштің түрімен танысады екенбіз. Біз білеміз, ауырлық күшінің мәнін қалай анықтауға болады, бағытын және оның сипаттайтын формуласын, яғни қандай шамаларға тәуелді екенін білеміз. Ендеше бүгін тағы біз өзгеше бір күштің табиғатымен танысып көрелік. Ол үшін мысал қарастырайық. Бірінші мысал. Мысалы, орындықта отырған қонжық. Мына суретте көріп отырғанымызда, ол қонжық орындықтың пішінін өзгертті ме? Қалай ойлайсыңдар? Орындық қандай өзгеріске ұшырайды? Әрине, орындық бізде майысады екен. Яғни майысу өзгерісіне ұшырайды. Ендеше балалар, біз бүгін мынандай бір анықтамаға келейік. Қандай да бір күш әсерінен дененің күшін өзгерсе, ол деформациялану деп аталады. Деформациялану латын тілінен аударғанда өзгеру дегенді білдіреді. Мысалы, кез келген екі дене әрекет еткенде біреуінің пішінін өзгертуі оның деформацияға ұшырауын айтып кетуге болады. Мысалы, еденнің үстінде тұрған адам. Адамның аяғы еденге қандай да бір күшпен әсер етеді. Немесе мына жерде біз көпірді алайық. Көпір біздің аяғымыздың алысынан қарағанда ол майысады екен, яғни деформацияға ұшырайды. Ендеше бұл жерде көпірдің деформациясын қарастыруға болады. Немесе садақтың жебесін атайын деп тұрған бала. Ол садақта жібін деформациялайды, яғни садақтың жібін созады. Созылу да бұл жерде деформация болып табылады, себебі жіп өзінің пішінін өзгертті. Келесі, кез келген пластикалық дене, немесе кез келген парақ артында көріп отырғанымыздай оның пішіні басқа болды, алдына қарай оның жүрек жасап қойды. Ендеше ол пішінін өзгертті, ол да деформацияға ұшырады деп айтамыз. Ендеше деформациялардың түрлеріне көңіл аударайық. Жалпы тұрмыста кездесетін деформациялар майысу, бұралу, кесу.
Бұл деформация түрлерімен біз тұрмыстық жағдайда көп кездесеміз. Көпірдің үстінен өткенде майысу деформациясы, бұралу, яғни кез келген ағашқа біз бұранда арқылы қадаймыз. Шегені де қадауға болады, бұл жерде кесуге де болады. Осы кезде біз бұралу деформациясына мысал көре аламыз. Және кесу, кез келген қатты денені, қаңылтырды болсын, жалпы қағазды алып көрейікші. Қағаздың өзін біз қайшымен кесу барысында оның кесу деформациясына ұшырайтынына көңіл аударуға болады. Ендеше осы деформация түрлерін модельдеп көрейік. Моделі, оның бастапқы қалпы ағаш болса, ағаш майысқан кезде ол яғни деформацияға ұшырайды. Және сәйкесінше қарайықшы, қандай да бір күштің әсерінен майысады екен. Келесі, бұралу, кез келген дененің алғашқы пішінің өзгеріп, оның қандай да бір пішінде бұралуы. Яғни айтып кеттік, кез келген зат бұралу деформациясына ұшырауға мүмкін. Келесі, кесу. Кесу, яғни біз бір жағынан айтамыз, бұзылу деп те айтамыз, бұл жерде пішіннің өзгеруі кесу. Яғни бұл техникадағы көрінісі қалай? Жүк машинасының кез келген көпірден өткені, немесе қалыпты дрель қазір қолданады. Және біз кәдімгі біздің бұралу, кесу шурфтарын екі жалғасқан, яғни кесек металдың осы кесу әсерінен оның бұзылуы немесе сынып кетуін осы деформацияны қарастыруға болады. Келесі дағы бір деформацияның түрі, ол созылу, сығылу және жылжу. Созылу. Бала, шанада отырған балаңыз сүйреген кезде мына жерде жіптің созылу деформациясына ұшырайтынын байқауға болады. Және сығылу, кез келген балға мен шегені қаққан кезде, немесе кез келген денені үстінен балғамен соғатын болсақ, ол сығылу деформациясына ұшырайды. Жылжу деформациясы, мына жердегі сатының екі ағашының біріккен жері жылжу деформациясына ұшырайтынын көруге болады. Олардың модельдері қалай? Бастапқы қалпы L0 болатын болса, оны создық қандай да бір күш әсерінен. Ол созылу деформациясына ұшырайды, және оның техникадағы моделі мынандай. Сығылу, үстінен қандай да бір күшпен басатын болсақ, ол сығылу деформациясына ұшырайды, және оның техникадағы моделі, яғни блоктардың бір-біріне түйілу, сығылуы. Жылжу, ол да қандай да бір күштің әсерінен болады екен. Бізде күштің бағытына орай дене жылжып жатыр. Жылжу деформациясы да техникада көптеп қолданылады екен. Ендеше осы деформацияларға мысал қарастырып кетейік. Ол үшін мына бейнероликті тамашалайық. Бейнеролик көргендей бұралу деформациясына көрсетеді, сығылу деформациясын көрсетеді. Және бізде қарап отырсақ, созылу деформациясы болады. Сығылуға қарама-қарсы балалар, түсінікті. Майысу деформациясы және жылжу деформациясы. Қайтадан осы бейнероликті тағы бір рет тамашалайықшы. Бұралу, және сығылуға қарама-қарсы болып табылатын созылу деформациясы, күштердің әсер етуіне байланысты болады. Және майысу деформациясы, жылжу деформациясы. Өте жақсы. Ендеше сабақты ары қарай жалғастырайық. Ол үшін біз мынандай деформацияны анықтамасын өзіміздің ойымызда берік сақтау үшін мынандай қарапайым мысалдарды шешіп көрейік. Ол бірінші, суретте берілген орындықтың аяғы қандай деформацияға ұшырайды, қалай ойлайсыздар? Бізде жаңағы созылу, сығылу, бұралу, майысу деформациясы бар. Осының қайсысы орындықтың аяғына әсер етеді екен? Әрине, орындықтың аяғы сығылу деформациясына ұшырайды екен. Яғни ол үстіндегі ауыр дененің, кез келген дененің массасына орай және өзінің орындық арқалығының
әсер етуіне орай аяғы сығылу деформациясына ұшырап тұр. Келесі, орындықтың үстіңгі отыратын беті қандай деформацияға ұшырайды? Егер кез келген адам келіп үстіне отыратын болса, орындықтың беті әрине майысу деформациясына ұшырайды. Кез келген дененің үстіне екінші денені салатын болсаңдар, оның біріншіден сығылу да болуы мүмкін, және ол майысу, екіншіден майысу болуы мүмкін. Жақсы, келесі, домбыраның шегі. Біздің қазақтың ұлттық аспабының бірі домбыра. Домбырадан басқа бұл жерде гитараны да алуға болады. Ол да осы шегі дәл осы деформацияға ұшырайды екен. Иә, домбыраның шегі ең біріншіден созылу деформациясына ұшырайды. Себебі кез келген біз аспапты күйлейміз, күйлеген кезде оның білесіңдер балалар, құлақшығының бұрап отыру керек. Бұрап отыру, яғни шектің созылу деформациясына мысал бола алады екен. Келесі біздің мысал, ет тартқыштың машинасының бұрандасы деп отырғанбыз мына жерде. Осы ет тартқыш машинаның бұрандасы ол қиын болмайды деп ойлаймын балаларға, өйткені ол бұралу деформациясының мысалы болады екен. Ендеше біз бүгін деформациялардың түрлерін жақсы ойымызда сақтадық деп ойлаймын. Әрі қарай біз деформация болар екі түрде болатынын өтеміз. Жалпы деформация ол пластикалық және серпімді болып бөлінеді. Пластикалық деформация дегеніміз күштің әрекеті тоқтағаннан кейін дене өзінің бастапқы пішіні мен өлшемін өзгертетін болса, мұндай деформация пластикалық деформация деп аталады. Ал серпімді кез келген денеге әсер ететін күштің әрекеті тоқтағаннан кейін дене өзінің бастапқы пішіні мен көлемі, яғни көлемі өзгеріске ұшырамайды, ал бастапқы пішініне қайтадан қайтып келетін болса, мұндай деформация түрі серпімді деформация деп аталады. Ендеше тағы да осы екі деформацияның анықтамасын түсіну үшін мынандай мысалдар қарастырайық. Төменде берілген мысалдарды ажыратып көріңіз, қайсысы қандай деформацияға жатады. Бірінші, серіппеге жүк ілінді. Екінші, бала ермексаздан ойыншық дайындады. Үшінші, бала шананы сүйреді. Төртінші, жел соққанда ағаштар майысады. Бесінші, саз балшықтан құмыра құю. Алтыншы, садақ жібінің тартылуы үстіндегі мысалдарда қарастырып кеткен болатынбыз. Жетінші мысал, қар бетіндегі басылған адамның ізі. Енді осы берілген 7 мысалды біз ажыратып көрелік. Оның қайсысы серпімділік деформациясына, қайсысы пластикалық деформацияға жатады екен. Бірінші мысал, серіппеге жүк ілінді. Әрине, ол серпімді деформациясы болып табылады. Өте тамаша. Екінші біз айттық, ол қандай деформацияға жатады? Ойыншық жасау. Әрине, ермексаздан ойыншық жасау пластикалық деформацияның мысалы бола алады екен. Себебі қандай да бір күштің әсерінен кейін дене өзінің бастапқы пішініне қайтадан келе алмайды. Келесі, біз қарастыратын шананы сүйреу. Оның алдында мысалы қарастырып кеттік. Бала шананы сүйреген кезде шананың жібі созылу деформациясына ұшырайды екен. Келесі, ағаштар майысты. Желдің әсерінен ағаштың майысуы серпімділік деформациясының мысалы болып табылады екен. Келесі біздің саз балшықтан құмыра құйылды. Әрине, саз ол ермексаз секілді деформацияға жақсы ұшырайтын денелердің бірі. Бірақ қайтадан құмыра өз орнына саз болып қала алмайды. Сондықтан оны пішіні өзгерді, пластикалық деформацияға ұшырады. Садақ жібінің тартылуы. Алдындағы мысалда қарады,
садақ жібі серпімділік деформацияның мысалы бола алады екен. Яғни қандай деформацияға ұшырайды деп ойлайсыздар? Әрине, созылу деформациясының мысалы бола алады. Енді соңғы мысал қар бетіндегі адамның ізі. Иә, із қайтадан орнына қайтып келе алмайды, сондықтан ол пластикалық деформацияның мысалы бола алады екен. Жақсы. Енді осы мысалдарды білгеннен кейін біз кез келген өзгерісті серпімді және пластикалық деформация түрлеріне ажырата алады деп ойлаймын. Келесі осы мысалдарға көңіл аударайық. Серпімді деформацияға мысал келтіретін болсақ, ол батуттың үстіндегі адамның секіруі. Батут қандай деформацияға ұшырайды? Серпімді деформацияға ұшырайды. Одан кейін мына жерде отырған адамның таяғы, яғни спортсмендердің қолданылатын таяғы, бұл да серпімді деформацияның мысалы. Матрасымыз, ол да серпімді, яғни бұл жерде үрлемелі матрас болып тұр, бұл да серпімді деформацияға ұшырайды. Адамның тағы бір спорттық айналысатын түрі гимнастика. Бұл да серпімді деформацияның мысалы. Бұл жерде адамның өзі серпімді деформацияға ұшырап тұр. Келесі машинаның амортизаторлары. Бұл да серпімді деформацияның мысалы болып қабылданады екен. Келесі ол ойыншық, яғни далада бізде қойылатын ойыншықтар серпімді деформацияға ұшырайды. Бұл тербелісті білдіреді, яғни серпілу, тербелу, сол серпімді деформацияның мысалы екен. Ендеше осы деформацияның табиғатына көңіл аударайық. Деформация агрегаттық өзгеруден жылулық кеңейгенде, магниттелгенде, электр зарядының туындауында немесе қандай да бір сыртқы күштердің әсерінен пайда болады екен. Ендеше серпімді деформацияға ұшырайтын жақсы бір мысал ол доп. Осы допты қарастырып көрейік. Допты жан-жағынан кебейік немесе сығайық, қолымызбен қысайық. Ол қандай да өзінің пішінін өзгертуге тырыссаң да, ол не істейді? Пішінді қайтадан сақтап қалуға тырысады. Яғни қолымызбен сыққаннан кейін оны жіберетін болсақ, ол қайтадан өз қалпына, домалақ қалпына қайтып келеді. Бұл серпімділік деформациясының тамаша бір көрінісі. Осы мәні неде деп ойлайсыңдар? Әрине, дұрыс айтасыңдар, доптың ішінде ауа бар. Оның мәнін түсіну үшін алдындағы мысалға қайтып келейік. Орындықтағы қонжықты қайтадан қарастырайық. Қонжық, айтып кеткендей, орындықтың пішінін өзгертті. Яғни орындық майысу деформациясына ұшырады. Ендеше қандай күшпен әсер етті орындыққа қонжық? Әрине, қонжық орындыққа ауырлық күшімен әсер етуде. Ендеше осы ауырлық күшінің мәні қандай? Әрине, ол қонжықтың массасына байланысты болады. Ендеше мына тұрған орындық неге еденге дейін майысып кетпеді? Дұрыс айтасыңдар, бұл кезде орындықтың ішінде қонжыққа қарсы бір күш пайда болады екен. Яғни деформацияға кезінде дененің бастапқы қалыпын қайтадан әкелуге тырысатын тағы да басқа бір күш бар екен. Ол орындықтың қонжыққа әсер етуі деп те айтуға болады. Ол күшті балалар біз серпімділік күші деп атаймыз. Сонда біздің бүгінгі тақырыбымыз серпімділік күшін анықтап алдық. Оның табиғатына көңіл аударайық. Жалпы серпімділік күші балалар F серпімділік деп белгіленеді. Күштер
барлығы сияқты серпімділік күші де ньютонмен өлшенеді екен. Сонда серпімділік күші дегеніміз не? Анықтамасына келіп кетейік. Серпімділік күші де дененің деформациялану кезінде пайда болатын күшті айтамыз. Деформациялану кезінде серпімділік күші дене бөлшектерінің ығысу бағытына қарама-қарсы жаққа қарай бағытталады. Яғни бөлшектер бір жаққа қарай ығысатын болса, серпімділік күші сол ығысуды жеңуге тырысады. Біздің жағдайда ол қалай бағытталады? Ол үшін біз орындыққа әсер ету ауырлық күшінің бағытын көрсетіп алдық. Ендеше серпімділік күші ол әрине ауырлық күшіне қарама-қарсы қонжыққа қарай, яғни үстіне қарай бағытталады екен. Белгілеп алайық. Серпімділік күші суретте ол сары стрелкамен көрсетілген. Жалпы сонда серпімділік күші ол дене молекулаларының өзара әсерінен туындайды. Жақындап кеткен молекулалар бір-бірін тебеді, ал алыс қашыққа кетіп қалса молекулалар бір-бірін тартады. Деформацияға ұшырамаған денеде тартылу да және тебілу де өзара теңгерілген. Деформацияға ұшыраған кезде деформация қай жерде болды, сол жердегі молекулалардың орналасуы өзгереді. Ендеше соған көңіл аударайық. Яғни қалыпты жағдайда біздің денеміз бастапқы пішіні осындай болатын болса, оны біз майыстырып көрелік. Қатар тұрған молекуланың арасы алшақтай бастады. Осы кезде осы екеуінің арасындағы күштер өзара тартылады екен. Яғни ол деформация шамасын кемітуге тырысады. Ал жақындап кеткен екі молекула бастапқы қалпы осылай болатын болса, екеуінің арасы жақындап кетті. Бұл молекулалар бір-бірін тебуге тырысады. Яғни тебілу күші пайда болады. Бұл да серпімділік күші болып табылады. Сонда біз денені созғанда не сыққанда молекулалар арасындағы қашықтықтар өзгеріп, олар не тартылу, не тебілу күштерін жеңуге тырысады. Нәтижесінде серпімділік күші пайда болады екен. Енді мына мысалға көңіл аударайық. Бұл жерде кәдімгі біздің губкамыз, үстінен басатын болсақ, яғни оның пішінін өзгертіп жатырмыз. Басып, мына жердегі молекулалардың орналасу тәртібі өзгереді. Осының әсерінен олар бір-бірін не тебуге, не тартуға тырысады. Пайда болатын нәтиже күш, серпімділік күші пайда болады. Ендеше осы шамалардың мәнін, қандай шамаларға тәуелді екенін, яғни серпімділік күшін әрі қарай толық мағынасын ашу үшін тәжірибе қарастырып көрелік. Ол үшін бірінші кез келген штативке серіппе немесе резеңке ілеміз. Серіппеде және резеңкеде серпімділік күш деформациясының жақсы мысалдарының бірі болып табылатын заттар немесе денелер. Оның бастапқы ұзындығын L0 деп өлшеп белгілеп алайық. Енді серіппеге бір жүк ілеміз. Оны осте 1 ньютон деп белгілейміз. Графикке көңіл аударайық. Яғни серіппенің бастапқы ұзындығын L0 деп белгілеп алып, оны біз жүк ілу арқылы көреміз. Серіппе не істейді? Ұзарады. Дұрыс айтасыздар. Оның ұзаруын біз дельта L1 деп аламыз. Яғни серіппенің ұзаруын белгілейміз. Ол бастапқы ұзаруы мен соңғы ұзаруының арасындағы айырмасынан туындайды. Оны осте белгілейміз. Жақсы. Енді осы екеуінен туындаған
графиктердің қиылысу нүктесін анықтайық. Бізде пайда болды бір нүкте. Келесі серіппеге екінші жүкті ілеміз. Оны өсте 2 ньютон деп белгілеп аламыз. Ұзарған серіппенің ұзындығын өлшейміз. Оны L2 деп белгілейміз. Жақсы. Енді дельта L2-шіні анықтау үшін осы L2-ден L0 бастапқы ұзындықты ажыратамыз. Немесе айырмасын табамыз. Әрине, дельта L2 шама туындайды. Оны өсте белгілейміз. Енді тағы да осы екі пайда болған қиылысу нүктесін анықтайық. Графикте екінші нүкте пайда болады екен. Тамаша. Енді тәжірибені дәлірек болу үшін үшінші денені алайық. Үшінші денені серіппеге ілеміз. Оны графикте 3 ньютон деп белгілейміз. Әрі қарай ұзарған серіппенің ұзындығын өлшейміз. Оны L3 деп белгілейік. Енді осы үшінші ден бастапқы L0 ұзындықты айырамыз. Айырмасын дельта L3 деп графикке белгілейміз. Тағы да қиылысу нүктесін анықтайық. Табылған үшінші нүкте пайда болды. Шыққан нүктелерді қосып көрейік. Бізде түзу шығады екен. Яғни түзу сызықтың графигі пайда болды. Ендеше балалар, қандай қорытынды жасаймыз? Өздерің жасап көруге тырысыңдар, немесе бәріміз бірге жасайық. Қорытынды қандай шығады? Күштің мәні артқан сайын серіппенің немесе резеңкенің ұзаруы артады екен. Сонда серпімділік күші мен серіппенің ұзаруы арасында қандай байланыс бар деп ойлайсыңдар? Олар қалай тәуелді? Яғни серіппеге ілінген жүктің массасы артқан сайын серіппенің ұзаруы де артып жатыр. Ендеше осы серпімділік күші серіппенің ұзаруына қалай тәуелді екенін бейнеролик арқылы тамашалайық. Жүк ілінген кездегі динамометр серіппесінің ұзаруы сол күшті өлшеуге мүмкіндік береді. Деформациялаушы күш неғұрлым артқан сайын, оның ұзаруы да соғұрлым арта түседі. Олай болса, серіппенің ұзаруы түсірілген күшке тура пропорционал болады. Тамаша. Ендеше осы бейнероликтен байқағанымыздай, денеге әсер етуші серпімділік күші ол серіппенің созылуына тура пропорционал екен. Оны ең алдымен бізде ең алғаш рет Гук деген ғалым байқаған болатын. Ол 1660 жылы осы Роберт Гук ағылшын ғалымы серпімділік күші мен серпімді деформация арасындағы тәуелділікті анықтап берді. Сондықтан біз оны Гук заңы деп атаймыз. Гук заңы дегеніміз балалар, серпімділік күші дененің ығысуына тура пропорционал және бағыты бойынша қарама-қарсы. Сондықтан F серпімділік күші тең болады K дельта L және минус таңбасымен аламыз. Бұл жердегі минус таңбасы оның бағытын көрсетеді, қарама-қарсы екен. F серп дегеніміз серпімділік күші екенін білеміз. Дельта L дегеніміз ол дененің ығысуы, яғни
созылуы, сығылуы. А К дегеніміз бұл жердегі балалар, біз білеміз пропорционалдық коэффициент. Оны К-ны бұл жерде қатандық коэффициенті деп атайды. Қатандық коэффициенті ньютон бөлінген метрмен өлшенеді екен. Ал L ол бізде метрмен өлшенеді. Сонда мына жерде серпімділік күшінің тағы да ньютон арқылы өлшенетініне көз жеткізуге болады. Қатандық коэффициенті дегеніміз не? Осыған көңіл аударайық. Қатандық коэффициенті балалар дененің оның пішіні мен өлшеміне және ол дененің қандай материалдан жасалғанына байланысты болады. Мысалы, динамометрдің ішіндегі серіппелер әртүрлі материалдан. Негізінен біз білеміз, қандай материалдар бар? Болат, алюминий, мыс. Енді еске түсірейікші, динамометрді мысынан жасауға бола ма? Жоқ, әрине. Алюминийдан жасауға бола ма? Жоқ, неге деп ойлайсыздар? Олар әрине болатқа қарағанда олардың созылуы, сығылуы бір қалыпты бола бермейді екен. Жақсы. Ендеше осы қатандық коэффициентінің мәніне келейік. Қатандық коэффициенті сан мәні бойынша 1 метрге ұзарғандағы серпімділік күшіне тең болады екен. Онда оның формуласы К тең болады дельта F серпімділік. К тең болады F серпімділік күші бөлінген дельта L-ға. Бұл жердегі серпімділік күшінің ығысу немесе созылу, сығылуға қатынасы деп айтуға болады. Өлшем бірлігі 1 ньютон бөлінген метр. Қатандық коэффициентінің халықаралық бірліктер жүйесіндегі өлшем бірлігі таңдап алынған 1 ньютон бөлінген метр. Ендеше, есеп шығару барысында осы ньютон бөлінген метрлер, ньютон бөлінген сантиметр, ньютон бөлінген миллиметр, килоньютон бөлінген километр. Осындай өлшемдермен берілетін болса, оларды қалай ауыстырады екенбіз. Ол үшін, мысалы, біз 15 ньютон бөлінген сантиметрді ауыстыруға тоқталып кетелік. Еске түсірейік. 1 метрге 100 сантиметр бар. Немесе оны 10-ның 2 дәрежесі сантиметр бар деп айтамыз. Ал керісінше алатын болсақ, 1 сантиметрде қанша метр бар? Әрине, 1 сантиметрде 100-ден 1 метр немесе 10-ның минус 2 дәрежесі метр бар екен. Онда 15 ньютон бөлінген сантиметр, ньютонның өзін жазамын, сантиметр дегеннің орнына 10-ның минус 2 дәрежесі метрді қоямын. Яғни 15 көбейтілген 10-ның 2 дәрежесі, мына жердегі минус 2 дәреже бөлімінде тұрғандықтан, ол алымына ауысқанда 10-ның плюс 2 дәрежесін береді. Сіздер білесіздер оны математикадан. 15 көбейтілген 10-ның 2 дәрежесі ньютон бөлінген метр, ол 1500 ньютон бөлінген метрге тең екен. Ендеше осы жерден тағы бір өлшем бірлікті алайық. 1 ньютон бөлінген сантиметр 100 ньютон бөлінген метрге тең болады. Соны әрі қарай жалғастырып кетейік. Егер бізге екі түрлі серіппе берілсін, осыларға әсер етуші серпімділік күштерінің мәндері өзара тең болсын. Бірақ суретте байқап тұрғанымыздай, бірдей жүк ілгенімен олардың созылуы екі түрлі. Яғни бірінші дене аз ғана созылатын болса, екінші дененің созылуы өте жақсы байқалған. Онда себебі не деп ойлайсыздар? Бірінші дененің бастапқы қалпына 10-ға дейін созылатын болса, екінші дене 15 сантиметрге дейін созылған. Әрине, бұл денелердің, серіппелердің жасалу табиғаты немесе тегі, яғни жасалу материалдары әртүрлі болғандықтан, біреуі
деформацияға өте жақсы ұшырайды, екінші деформацияға нашар ұшырайды, немесе жақсы созылады, да, нашар созылуы, нашар, яғни қатандықтары екі түрлі. Бір жерде қайсының қатандығы көп деп ойлаймыз? Әрине, дене аз ғана созылысқа ұшырағандықтан К1 бізде артық К2-ден. Енді осылардың барын біле тұра, мынандай бір проблемалық сұраққа көңіл аударайық. Алма қандайда бір биіктіктен құлаған кезде оған ауырлық күш әсер етеді. Яғни Ньютонның басына алма құлайды. Ненің әсерінен? Ауырлық күшінің әсерінен. Ендеше, осы алма алақанда тұрғанда ауырлық күші әсер ете ме? Иә, әсер етеді. Онда неге ол алақанда тұрған алма құламайды? Дұрыс айтамыз. Себебі алмаға бұл жерде тек ауырлық күші емес, сонымен бірге алақанның серпімділік күші әсер етеді екен. Бұл күшті балалар біз тіректің реакция күші дейміз. Оны біз салмақ өткен кезде жақсы қарастырды деп ойлаймын. Тіректің реакция күшін N реакция күші деп белгілейді. Енді оның бағытын көрейік. Ол үшін біз көпірдің үстінде тұрған балаға мысал қарастырайық. Ауырлық күші дененің тірек нүктесіне түсірілсе, яғни баланың тірек нүктесіне түсірілсе, білеміз, адамның тірек нүктесі оның кеудесінде. Онда реакция күші осы тұрған көпірдің балаға реакциясы, яғни екеуінің жанасу жерінде түсіріледі екен. Ол денеге әсер етуші тіректің реакция күші дене тұрған тірекке перпендикуляр бойымен бағытталады. Сонда біз алмаға әсер етуші ауырлық күші мен тіректің реакция күші бір-бірін теңгерілген. Сондықтан алма алақанда тұрса да құламайды. Олардың модульдері бойынша өзара тең, бағыттары бойынша қарама-қарсы. Біздің реакция күшіміз ауырлық күшіне қарама-қарсы бағытталады екен. Жақсы, осымен біз серпімділік күшінің тағы да бір көрінісіне тап болдық. Ендеше барлығын ойымызды жинақтап алайық, қорытындылайық. Сонымен біз бүгін табиғатта кездесетін тағы да бір күш серпімділік күшімен таныстық. Серпімділік күші табиғатта өте жиі кездесетін күштердің бірі. Алдымен сабақты бекітпес бұрын бой сергіту сәтіне көңіл аударайық. Ол үшін өзімізді серіппеміз деп есептеп, сығылу, созылу, майысу, бұралу деформациясын көрсетеміз. Алдымен созылу, қолымызды алдына қойып, көтеріп, созылу деформациясына келейік. Созылу деформациясы, сығылу деформациясы, яғни қолымызды кеудемізге салып, өзімізге қарай тартамыз. Одан кейін майысу деформациясын ұшыратуға болады. Яғни оған керілейік, ол сығылу, созылу болатын болса, майысу ол қолымызды айналдыру, иығымызды айналдыру, немесе қолды иыққа қойып, толығымен иықты айналдыру, майысу деформациясы, бұралу деформациясы болады. Және басымызды оң жақ, сол жаққа айналдыру. Бұл да бұралу деформациясы болады. Ендеше бәріміз осы жаттығуларды рет-ретімен қайталайық. Сығылу, созылу, майысу деформациясы және бұралу деформациясы. Бойымызды сергітіп алғаннан кейін жаттығуды орындауға көшейік. Алдымен бізде жаттығу қызықты тапсырмадан басталады. Ол үшін Григорий Осиннің «Занимательные задачи по физике» деген кітабында мынандай есеп бар екен. 98-ші есеп. Неліктен осы Толя мен Коля шкафтың үстіне мініп алып, кезекпен кезек еденге секірген кезде
олар бірінші астыңғы қабатқа түсіп кетпеді, яғни астындағы көршілеріне түсіп кетпеді. Иә, бұл жерде біз айтамыз, әрине Толя мен Коляға еденнің серпімділік күші әсер етеді. Сондықтан олар бірінші қабатқа өтіп кетпейді, немесе астыңғы қабатқа түсіп кетпейді. Ал егер еденнің серпімділік күші болмаса, әрине Толя мен Коля бірінші қабатта болар еді. Жақсы, ендеше осы тапсырмаларды қарастыратын жетістік критерияларына келейік. Менің ұсынатын ең бірінші жетістік критерий ол бірінші мақсатқа байланысты. Егер пластикалық және серпімді деформацияларды біз өте тамаша ажырататын болсақ, жетістік критерий бойынша оқушы мақсатқа жетті дейді. Ендеше бірінші мысалды қарастырайық. Бірінші мысалда бізде балауыз, ермексаз, каучук, резеңке, желім, яғни бірнеше дене берілген. Осылардың қайсысы пластикалық, қайсысы серпімді деформацияға ұшырайды? Бәріміз бірге жазайық. Балауыз, ол әрине бізде пластикалық деформацияның мысалы бола алады. Ермексаз, дұрыс айтасыңдар, ол да пластикалық деформация. Каучук, ол бізде серпімді деформация. Резеңке, ол да серпімді деформацияға келеді. Енді соңғысы бізде желім, ол бізде пластикалық деформация. Егер осы тапсырма өздеріңде дұрыс орындалатын болса, бірінші мақсаттың жетістік критерийіне орай бәріміз мақсатқа жеттік деп ойлаймын. Келесі, екінші жетістік критерийіне мен екінші мақсатты қосып алдым. Ол серпімділік күшін анықтайды және оныға мысал келтіре алады. Ол үшін мынандай мысалды қарастырайық. Мына жерде берілген бос орындарға тиісті сөздерді орналастырамыз. Денелердің өзара әсерлесу күшінің әсерлесу өлшемі. Денеге күш әсер еткенде оның өзгеруі және шамасы жағынан да өзгеруі. Енді берілген ұсынылған сөздерді қарайық. Бағыты, күш, серпімді, пішіні, пластикалық, қозғалысы, жылдамдығы. Осы сөздердің қайсысы бос орындарға қалай орналастырамыз? Ол үшін балалар біз алдыңғы бірінші 90-да қарастырып кеткен жылдамдық, қозғалыс, осыларды еске түсірейік. Дұрыс айтасыздар. Күш денелердің өзара әсерлесу өлшемі болып табылады. Және денеге күш әрекет еткенде оның жылдамдығы өзгереді. Бұл инерция құбылысы болатын. Және шамасы жағынан бағыты да өзгереді. Себебі дененің қозғалысы өзгереді. Денеге күш әсер еткенде дененің пішіні өзгереді. Бұл өзіміздің қарастырған бүгінгі тақырып. Яғни дене деформацияланады. Егер әсер етуші күш тоқтағанда дене бастапқы қалпына қайта келсе, деформация серпімді деформация деп аталады. Ал бастапқы қалпын өзгертсе, деформация пластикалық деп аталады. Бұл тапсырманы да өте тамаша орындады деп ойлаймын. Ендеше келесі біз критерийға көңіл аударайық. Бұл жерде серпімділік күшінің анықтаймыз, яғни есеп шығарамыз. Ұсынылған формуланы есте сақтап, төмендегі есептерді шығарайық. Қатандығы 100 ньютон бөлінген метр серппе 5 сантиметрге ұзарса, әсер етуші серпімділік күші қандай? Берілгенін жазайық. Қатандықты К әрпімен белгілейміз. Ол 100 ньютон бөлінген метрге тең. Ал ұзару бізде дельта L әрпімен белгіленеді 5 сантиметрге тең. Табу керек серпімділік күші. Формулаға сәйкес алдымен біз халықаралық бірліктер жүйесінде сантиметрді метрге ауыстыруымыз қажет. 5 сантиметрін 0,105 метрге тең. Шешу жолы. Шешу жолына серпімділік күшінің формуласын жазайық. К көбейтілген дельта L. Яғни біздің өткен бүгінгі формула.
орнына сан мәнін қояйық. Серпімділік күші 100 ньютон бөлінген метр көбейтілген 0,105 метр тең болады. Метр мен метр қысқарады. 100-ді 0,105-ке көбейтетін болсақ 5 ньютон. Жауабы 5 ньютонға тең екен. Төртінші есеп. Егер серіппені 120 ньютон күшпен созса, онда ол 4 сантиметрге созылды. Серіппенің қатандығы қандай? Берілгені серпімділік күші 120 ньютон, созылу 4 сантиметр, табу керек К қатандықты. Тағда халықаралық бірліктер жүйесіне келеміз. Себебі сантиметрді біз метрге ауыстыруымыз қажет. 4 сантиметрді метрге ауыстырсақ 0,4 метр болады. Формуланы жазайық. F серпімділік тең болады негізгі формула К дельта L. Бұл жерден К-ны анықтайтын болсақ, ол серпімділік күші бөлінген ығысу. Мәніне келейік. 120 ньютонды 0,4-ке бөлетін болсаңдар, 3000 ньютон бөлінген метр. Сондықтан жауабы қатандық тең болады 3000 ньютон бөлінген метрге. Есеп дұрыс шықты деп ойлаймын. Ендеше менің әріптестеріме мынандай ұсыныс жасағым келеді. Егер сабақтың соңында динамометрмен оқушылар танысқан болатын болса, мынандай жұмыс жүргізуге болады. Алдымен оқушыларға парақшаны таратып беріп, қолдарына бір динамометр береміз. Бірінші, қолыңызға динамометрді алып, шкаласы 1 ньютон көрсететіндей жағдайға созып көреміз. Қолыңыз нені сезді? Оқушы өз қорытындысын жазуы керек. Дәл осыны екінші рет қайталаймыз. Тек қана 1 ньютонның орнына 2 ньютонға дейін созып көреміз. Үшінші жағдайда 3 ньютон, яғни оқушы өзінің қолына түсірілген күштің мәнін, шамасын жуық мөлшерде анықтай алады және жазуы қажет. Бұл оқушылардың осы сабақ бойынша өзіндік қорытындысын жасауға өте тамаша көмектеседі. Сонымен ең соңында осы кестені толтырамыз. Ол шаманың белгіленуі формуласы өлшем бірлігі және шамалар. Қандай шамалар бүгін өттік? Серпімділік күші, ұзару, қатандық коэффициенті. Бұл жерде оқушыларға тағы бір ескерте кететін, біз дельта L-ді кей жағдайда кейбір кітаптарда, кейбір есептерде дельта X деп белгілейміз. Сондықтан дельта X пен дельта L-дің мағынасы өзара бірдей. Енді үйге тапсырма. Егер өмірде серпімділік күші жоғалып кетсе, не болар еді? Осы тақырып көлемінде қызықты физикалық ертегі жазып келеміз. Ертегі мөлшері жарты парақтан аспауы қажет. Ал енді бәріміз өзімізді бағалауға көңіл аударайық. Бұл жерде бағалау парағында оқушылар аты жөндеріңді толық жазбасаңдар да кей кезде мүлдем жазбауға да болады. Себебі оқушылар сауалнама немесе өз ойларын жазған кезде бағалауда оқушылардың көбі атын жазбаған кезде шындықты жазады. Мысалы, сабақ бойы мен белсенді болдым немесе селсоқ отырдым. Сабақ маған өте қысқа өтті немесе тым ұзақ болды. Сабақ барысында мен шаршадым, шаршаған жоқпын. Көңіл күйім көтерілді, кей оқушыларда болады. Көңіл күйлері түсіп қалды. Яғни олардың сабақ бойынша бір нәрсені түсінбей қалуы да мүмкін. Сабақ берілген материал маған өте түсінікті болды, пайдалы болды, қызықты болды, немесе түсініксіз болды, маған мүлдем пайдасы болған жоқ, немесе маған сабақ берілген материал қызықсыз болды. Үй тапсырмасы менің ойымша өте жеңіл, немесе өте қиын. Сабақ барысында мен оқу мақсаттарына жеттім, мен немесе талпынамын әлі де, немесе түсінбеген сұрақтарым әлі де бар. Осындай кестені оқушылар толтыру арқылы сабақтың қорытындысын бағалауға болады. Ендеше бүгінгі сабақ бойынша қолданған әдебиеттерді ұсынамын. Қолданған әдебиеттер бойынша және сабақта бойынша барлық материалдар ұсынылған сайттан алуға болады. Назарларыңызға рахмет.